Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 5-ші сабақтың тақырыбы табалдырықты баспа. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Жаңа тақырыпта өтетін жаңа сөздермен таныс болайық. Жаман ырым, плохая примета, тыйым сөздер, запретные слова. Басу, наступать, баспау, не наступать. Табалдырықты баспау, не наступать на порог. Келесі, 3-ші тапсырма, 12-ші бет, мәтінді тыңда, түсініп оқы. Қазақ отбасындағы дәстүрлер тыйым сөздермен де байланысты. Тыйым сөздер үлкен маңызға ие тәрбие құралы. Сондықтан қазақ халқында үлкен жас балаларды тыйым сөздер арқылы да жамандықтан алыс, жақсылыққа жақын болуға үйреткен. Қазақ халқында табалдырық қасиетті ұғым. Ол үйдің сырты мен ішінің шекарасы, байлық пен кедейліктің де шекарасы. Табалдырық бақыт пен жақсылықтың қарауылы. Табалдырықты баспа, бақыт қашады. Табалдырықта тұрма, үйге келетін жақсылықты қайтарма. Табалдырықта тұрып, кедейлікті шақырма, жаман ырым бастама деген тыйым сөздер жай айтылмаған. Табалдырық бақыттың белгісі. Табалдырығынан құтсыз адам аттаса, кедей боласың. Құтты адам аттаса, бай боласың. Сондықтан жас келін алғаш табалдырықтан кіргенде жақсы ырым жасалады. Оған шашу шашып, құт шақырып, оң аяғымен бісміллә деп кіргізеді. Тыңдалым, оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесімен таныс болайық. Мәтінді мұқият тыңдайды, 1 балл. Мәтінді түсініп оқиды, 1 балл. Мәтін бойынша түсінгенін айтады, 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Айтылым тапсырмасы. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. 1. Қазақтың отбасы дәстүрінде тыйым сөздер ненің құралы болып саналады? 2. сұрақ. Тыйым сөздер арқылы балаларды неге үйреткен? 3. сұрақ. Табалдырық қазақ халқында қандай ұғым болып саналады? 4. сұрақ. Табалдырық ненің шекарасы? 5. сұрақ. Табалдырыққа қатысты қандай тыйым сөздер айтылған? 6. сұрақ. Табалдырық ненің белгісі? 7. сұрақ. Жас келін келгенде қандай ырым жасалады? Осы сұрақтарға мәтін бойынша жауап береміз. Айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, 1 балл. Өз ойын жеткізе біледі, 1 балл. Қазақтың төл дыбыстарын анықтайды, 1 балл. 1-3 сұрақтар аралығында жауап береді, 1 балл. 4-7 сұрақтарға жауап береді, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.